Баршаңызға сәлем достар, сіздермен бірге Гүлжайна, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге ең күшті 3 приложенияға обзор жасайтын боламын. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Ең бірінші достар, бізде Pinterest деген приложение. Осындай любой App Store или Play Marketқа кіріп, Pinterest деп жазып аламыз. Pinterest приложениясын телефондарымызға жүктеп аламыз. Енді достар, Pinterest дегеніміз не? Бұл жерде көптеген идеялар бар, фотолар бар, мотивациялар бар. Мысалға, мына жерге мен қазір обой для iPhone деп жазамын. Обой для телефона, обой фоны бәрі бар. Міне қараңыздар, осында неше түрлі суреттер шығады. Және достар, бір жақсы, бұл жердегі фотолардың бәрі скачать етіледі. Келесі міне достар, мен поисқа мотивация деп жазамын. Мотивацияның неше түрлері бар. Бұл приложенияда бір жақсы неше түрлі темада сіздер фотолар іздей аласыздар. Сол үшін сіздерге бұл приложение керек деген ойдамын. Келесі біздің екінші приложение, ол Canva приложениясы. Canva приложениясы дегеніміз не? Достар, Canva приложениясын біз обложка жасай аламыз. Мысалы, сіздер YouTube парақшаларыңызға осы Canva арқылы обложка жасай аласыздар. Instagram, пост, барлығы осы Canva приложениясымен жасалынады. Және достар, презентация тоже жасай аласыздар. Бұл жерде күшті деген проектілер бар, шаблондар бар. Осы Canva приложениясы тоже сіздерге керек деген ойдамын. Кез келген суретті таңдап, сол суреттің ішіндегі суреттерді ауыстыра аласыздар. Мысалға, мына суретте мен сөзін ауыстырамын. Міне астында private деген сөзді басамыз, сол жерде біз өзіміз кез келген сөздерді жазамыз. Мысалға, мен осы сөзді жаздым. Енді біз астында шрифт деген бар, соны басып, әр түрлі шрифттарға ауыстыра аламыз. Келесі бізде үшінші приложение, ол CapCut. Достар, алдыңғы видеода айтқан болатын, CapCut мен не үшін қолданамын? CapCut'та мен футаж жасау үшін қолданамын. Ал сіздер достар, бұл приложениемен неше түрлі видеолар жасасаңыз болады. Бұл CapCut приложениесі тоже өте күшті приложение. Сіздерге керек деген ойдамын. Достар, осымен видеом аяқталды. Соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Менің каналыма жазылып, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.